Құрметті бауырлар, қазіргі заманда психологияны, неше түрлі бизнес тренингтерді оқу мода болды. Дұрыс па? Тренд. Оны оқу керексің, қызық. Бұлай несі қызық десе, ішкі жан дүниеңе бір жауап айтып атқан сияқты. Сен ізденіп атқан нәрсеге нақты нүктелер айтып атқан сияқты. Бірақ сол жердегі бір шын ақиқаттың сізге өте екі дүниеңізге керек болатын бір дүниені айтқым келеді. Имам Ғаззали айтады, Химия-и Саадат деген кітабы бар. Бақыт химиясы деген сөз ғой. Бақыттың химиясы. Сиқырлы бақыт деген сөз, мағынасы. Сен бақытты болғың келеді, дұрыс па? Соның барлығын зерттеп, мынадай бір әсем сөз айтады. Жазып алсаңыз да болады. Имам Ғаззалидің сөзі. Сіз мына дүниенің барлық жетістігін жетіп алып, өте керемет, мысалы бизнесіңіз керемет, жанұяңыз керемет, өзіңіздің былай енді анау баланс дейді, өмірдегі барлық нәрсеңіз психология бойынша керемет, сондай үйлесімділік тауып алған болсаңыз да бақыт таппайсыз. Себебін айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Алла тағала кімді жақсы көрсе, оны не істейді? Осы дінде оны білімді қылады дейді. Сіз қай білімді меңгеруіңіз керек? Қай білімді меңгеруіңіз керек, айтыңызшы. Мысалы, мына дүниенің сіз бизнесін бәрін меңгеріп тастауыңыз мүмкін. Психологияны ішіп жеп қоюыңыз мүмкін. Ең атақты психолог, ең атақты бизнес маманы, ең атақты, білмеймін, осы замандағы тренд мамандықтың егесі болыңыз. Кім болсаңыз да, біліміңіз ең жоғарғы дәрежеде болсын. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала кімді сүйсе дейді, юфаққиху фид-дин, дінді түсінетін қылады дейді. Сіз мына өмірді түсініп жете алмайсыз бәрібір. Түсінсеңіз де өліп қаласың бір күні. Оны түсініп үйретсең де бәрібір қисық жасайсың, бәрібір қате жасайсың, көзқарасың бәрібір өзгереді. Бұл дүниені таста деп атқан жоқпын. Бұл дүниені тәртіптеңіз. Осы дүниеңізді реттеңіз, бәрін өзінің орнына қойыңыз. Бірақ осы дінді түсінбей, сіз Алланың сүйікті пенделерінің қатарында бола алмайсыз. Дінге деген осы түсінікке көңіл бөлмей, сіз иманыңызға деген түсінік таба алмайсыз. Аллаға деген иманыңызды реттей алмайсыз. Мен соны айтқым келеді.